Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті қазақ елі, құрметті өзбек бауырларым, құрметті қарақалпақ бауырларым. Ермек Албан, Алашарландар қозғалысының жетекшісі, Қазақстан билер одағынан. Мына енді бейне жазбамды Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев мырзаға жолдағым келіп отыр. Құрметті Шавкат аға, мына енді қасиетті құрбан айтының соңғы күні сізді Алланың атымен сұрарым, мына Қарақалпақстанда болып жатқан жағдайды бейбіт түрмен шешсеңіз. Мына енді қазіргі кезде тарихи заманда тұрып жатырмыз. Көптеген іс-әрекеттер болып жатыр. Мына енді қазір өте жақсы бір жағымды жағдай, ол мына қазір Тұран одағының бірігуі. Тұран одағының әскери бірігуі. Түркеш халықтарына 29 ұлттай кірсе, санымыз 500-600 миллиондай болады. Ертең күні алпауыт бір үлкен одақ боламыз. Бір-бірімізбен сауда саттығымыз жарасып жатса, бір-бірімізбен бауырмашыл бауыр болып жатсақ, ол бір керемет жағдай болар еді. Мына енді өз басым сізді сыйлаймын. Осыдан 12 жыл бұрын барған кезде Ташкент қандай болды? Карантиннің алдында барған Ташкент қандай болды? Үлкен өзгеріс. Сізге сенгеннің арқасында шетелдік инвесторлар Өзбекстанға қаржы салып, халықтың әлеумет жағдайы түзеліп жатыр. Ал енді мына жағдайды, Қарақалпақстандағы жағдайды сіз қару қолданып, күшпен басатын болсаңыз, ертең күні мына Ресей сияқты көптеген санкцияларға ұшырайды Өзбекстан. Ол ертең күні инвесторлар сол Өзбекстаннан кететін болады. Ертең күні Тұран одағы бірігуге сызат келетін болады. Ертең күні қазақ-өзбек халық арасындағы кішкене көңілі суы мүмкін. Ертең күні Қарақалпақ қырылған көптеген Қарақалпақтың жігіттері кек алуы мүмкін. Өзбекстанның ішіндегі жағдай күрт өзгеруі мүмкін. Сол үшін құрметті Шавкат аға, сізге сұрарым, сабырлық сақтап, сол Қарақалпақтың арасындағы ақсақалдармен, керек болса мына қазақтың ішінен шыққан ақсақалдармен бірігіп, үлкен бір дастарханда палауымызды жеп, чайымызды ішіп, осы мәселені бейбіт түрінде шешсек. Ертең күні мына біздің көршілес мемлекеттеріміздің, кейбір көршілес мемлекеттеріміздің Тұран одағы бірігуіне іштей кішкене наразылығы бар. Неге десеңіз, ол ертең күні ол көршілес мемлекеттерге тойтарыс беретін, олардың айтқанына көнбейтін үлкен одақ болуымыз мүмкін. Сол үшін олар осындай неше түрлі провокациялық іс-әрекеттер жасауы мүмкін. Мына енді Жириновский кезінде, тірі кезінде айтып кеткен. Орта Азияда тұратын орыстарға үндеу салған. Орта Азияда жаңағы неше түрлі іс-әрекеттер болуы мүмкін. Сол үшін басқа Орта Азияда тұратын орыстар Ресейге келіңдер, сендерге паспорт береміз, жаңағы Ресейдің тұрғындар боласыңдар деп сондай үндеу жасаған. Оның бәрі енді болып отқан іс-әрекеттер сол көршілес мемлекеттердің іс-әрекеттері болуы мүмкін. Сосын мына талибандар қазіргі кезде талибандарды тағы бір үлкен алпауыт мемлекет қолдап отыр. Сол талибандар ертең күні осы Орта Азияға кіруі мүмкін әбден. Оның аяғы тек қана бізге бауырлас осы мемлекеттерге тек жамандық алып келеді. Сол үшін құрметті Шавкат аға, кішкене
сабыр сақтап барып, осы жағдайды кішкене ойластырып барып, 10 қадам алдыға ойлап барып, осы жағдайды бейбіт түрмен сізді шешуіңізді сұраймын. Өзбектен менің бауырым, Қарақалпақтан менің бауырым. Ертең күні басқа да бауырлас ұлттарды бір-бірімізбен провокация жасап, бір-бірімізді жауластыру мүмкін. Ол басқа көршілес мемлекеттерге тиімді. Сол үшін әр өзбекті, әр Қарақалпақты, әр қазақ бауырымды сұрарым, провокацияға бармайық. Біз бір-бірімізге бауырымыз, ата тегіміз, бабамыз бір. Бәрін сабырлықпен шешейік, ойлап шешейік. Құрметті бауырларым, әрқашанда бір болайық, Тұран одағы жасасын.